Қайырлы күн, Караван Кизет медиа порталында жаңа подкаст эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін біз несие, қарыз, қаржылық пирамида, жалпы экономика туралы сөйлесеміз. Бүгін менің қонағым спикер, экономист Мақсат Халық. Мақсат аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Алғашқы сұрақ. Мен кеше өте бір қызықты материалға тап болдым. Мынау әлеуметтік желіде Ресейдің бір сайтында жазулы екен. Ресейде қарыз бар адам, мысалы қарызы, несиесі, мынау сот орындаушыларға өтіп кетеді ғой. Солардың загранпаспорт дейді ғой, шетелдегі төлқұжатын құжатын алып алу бойынша заң қабылданып жатыр екен. Бізде осындай болса қалай? Әлде бұл шектеу болып санала ма? Қалай ойлайсыз? Бұған енді екі тұрғыда қарауға болады, иә. Бір жағынан азаматтардың жеке құқықтарына зиян келтіру болып көрініп тұр. Ал екінші жағынан жалпы әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, жеке тұлғаның банкроттығы деген заңы бар. Ресейде бар, иә? Бізде жоқ, қателеспесем. Иә. Енді бізде осы мәселе көтеріліп келе жатыр, бірақ ол әлі жүзеге аспаған. Бірақ менің ойымша бұндай заң қажет. Иә, өйткені шын мәнінде бір адам қатты қарызға батып кеткен болса, ол одан көтеріліп шығу мүмкін емес, өте қиын жағдай. Сондықтан да бірақ та ол азамат қоғамға әлде де пайда келтіре алады, еңбек қабілетті. Сондықтан да осындай жағдайларды ескере келе, егер қатты қарызға батқан адам болған болса, оның қарызын жеке тұлға, банкроттығы деп танып, жеке қарастыру мәселесі. Ол кәсіпкерлерге бар да, бірақ жеке тұлғаларға жоқ, иә? Иә, бізде банкроттық фирмалар, жеке ұйымдар мәселесі қарастырылған, ол туралы банкроттық заң бар, ал бірақ жеке тұлғаның банкроттығы заңы әлі жоқ, ол мәселе қарастырылмайды. Сондықтан да мен ойлаймын, бізде шын мәнінде несиеге болсын, қатты қарызға батқан адам болса, ол да біздің қоғамымыздың бір бөлшегі. Оған бітті, енді сен қарызды алған өзің кінәлісің деген сияқты сыңайда қарамай, әртүрлі жағдайлар болады адам өмірінде. Сондықтан ондай жағдайда жеке тұлға банкротқа ұшырады деп қарап, қарызын кешіру мәселесі де көтерілсе, немесе ұзақ мерзімде ол қалай қайтару керек, оған жеке келіп, осы мәселелерді жеке қарастыру мәселесі меніңше өзекті. Мен басымнан өткен жағдайды сұрағым келіп тұр. Сіз жақында 56% ғана қайтара алады деп бір сұхбатыңыз айтқан болатыңыз. Басымнан өткен жағдайды айтайыншы. Мен осы маған ақша керек болды да, осындай бір ұйымнан алдым 100 мың теңге, бір аптаға ғана алдым, 120 мың қылып қайтару, бірақ 2 ай кешіктірдім енді, жағдайыма байланысты. Оны 300 мың теңге қылып қайтарып жібердім, бірақ сіз кешегі сұхбатыңыздан кейін сол жағдай мен қатты ойландырды, шынын айтса. Мысалы, сондай жағдай болған кезде адам не істеу керек мұндай жағдайда? Жақсы. Өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Негізінде микроқаржы ұйымдары осыдан 1-2 жылдары бұрын оларда мүмкіндік болатын күніне 2,5% қосылатындай. Күніне, тіпті 3%-ға дейін. Күніне сіз алған қарыздың үстіне. Ойлаңыз, сіз 100 мың теңге алсаңыз, ол 1 жылдың ішінде кәдімгі миллионға жақындап қалатын сома болатын, 900 мыңнан асып кететін. Сондай дәрежеде мүмкіндік болды. Олар және заңды түрде жұмыс жасадылар. Егер қазіргі таңда солай жасайтын болса, заңсыз болып саналады ғой, иә? Қазір заңсыз. Өйткені осыдан 2 жыл бұрын бұл мәселе көтерілді, парламентте заң талқыланды, және де алғашында 100% деп түсірген болатын. 100%-дан асырмасын деп. 100 мың теңге алдыңыз ба, 1 жылдың ішінде сіз 200 мың теңге қана қайтару керексіз. Болды. Одан асыруға болмайды. Бұл заң қабылданып жатқан кезде ең қызығы депутаттардың арасынан сөз сөйлеген депутаттар болды. Ой, болмайды, оларда кәсіпкерлер салығын төлеп отыр, онда оларды біз тұншықтырамыз, олар сосын жұмыс істей алмай қалады деп. Яғни лобби топта или өздерінің сондай микрозайм организациялары бар, или оларға арнайы келісіп алған мәселелері бар да өзара. Өкінішті. Халықтың атынан сөйлеп тұрған азаматтардың сөйтіп шыққан. Бірақ түбінде ол түсінікті болды, өйткені мәселе ушығып жатты. Көп азаматтар 100 мың теңге алады, 500-600 мың кетеді, ол қалай, қандай сұмдық. Қай жерде ол жазылады, неге ол алдын ала айтылмайды деген сияқты өте көп халықтың арасында наразылық болды. Сондықтан да бұл мәселе көтерілді.
100%-ға бір түсірді да өткен жылдан бастап тіпті заң бойынша 56%-мен жасап тастады банктермен бірдей қылып, яғни жылына олар 56%-дан асыруға құқылары жоқ. Сондықтан да егер де сіздің жағдайында уже көрініп тұр, сіз 100 мың алдыңыз да 2-3 айдан кейін оны 300 мың қайтарып аласыз. Бұл уже дұрыс емес, ол заң аясында ондай болмау керек. Сіздің жасаған келісім шартыңыз бар қолыңызда, сол келісім шартпен заңгерге жүгінесіз, заңгердің қызметіне кәдімгідей қайтарып алсаңыз болады да, артық төлеген қаражатыңызды. Және де тура сіздің жағдайыңызда жүрген көп азаматтарда. Ал егер сөзіңіз аузыңызда бұл анау заң қабылданбай тұрып жасалған болса, ол мүмкін емес шығар, иә? Иә, егер бұрынғы дүниелер болса, ол мәселе белгілі дәрежеде шешілуі мүмкін. Екі жақта ол тағы да қаралады, қай кезден бастап қандай келісім шарт деген. Сол келісім шарттың өзімен де танысу өте маңызды. Әсіресе осы микрозайм ұйымдар, ол бізде Қазақстанда ғана емес, ол жалпы әлемде де, Америкада да кең тараған, сөйтіп алаяқтықпен бүкіл жаңағы бір-ақ қағаз қана шығарады, келісім шартты көп емес, бірақ та соның үшін енді схемада неше түрлі кішкентай жазулармен бәрін сыйдырып қоятын неше түрлі. Сондықтан қазір енді бірақ заңның аясында олардың жұмыстары біраз тежелді. Қазір олар ондай дәрежеде уже пайыз қоюға хақылары жоқ. Енді сізден қаржылық пирамида туралы сұрағым келіп отыр. Мүмкін бұл сұраққа көбінесе заңгерлер жауап беру керек шығар, дегенмен де экономист болғаннан кейін. Мынау Гарант 24 өзіңіз білесіз, үлкен шу шықты, айқай шықты. Дегенмен де мұның алдында көптеген танымал адамдар жарнама жасады ғой бұған. Ұйымдастырушылар ғана емес, мүмкін сондай жарнама жасағандар да жауапкершілік болу керек шығар бұған. Қалай ойлайсыз өзіңіз? Дұрыс, өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Бұл мәселені енді талай жерде айттық. Әсіресе сол халықтың алдында жүрген әншілер, жақсы көзге көрініп жүрген кісілер жарнама жасайды да. Сосын менің қатысым жоқ дейді да, енді жарнама жасайды. Қаншама адам сол адамға сене бола келеді ғой, енді қаншама адам. Сондықтан бұл жерде бұл мәселе көтерілу керек те, алдағы уақытта халықпен бәрібір ойнай беруге болмайды ғой. Мен қатысым жоқ деуге болмайды бәрібір. Сондықтан бұл мәселеде қарастырылатын мәселе өте маңызды мәселе. Және де әншілердің, сол сөйлеп жатқан азаматтардың да халықтың алдында жауапкершілігі болу керек. Мен өз басым әлі бірде-бір әншіні көрген жоқпын, халықтың алдынан кешірім сұрап, иә, мен действительно осындай жағдай болып қалыпты, менің артымнан осындай кешірім сұраймын, мен өзім білген жоқпын деп өзінің кінәсін мойнына алған жағдайлар өте көрінбейді. Демек, сіз халық еркелетіп жүр ма, халықтың алдында сіз көтеріліп жүрсіз ба, демек жауапкершілік те болу керек қой. Сіздің әрбір жасап жатқан ісіңіз де, халықтың алдында сөйлеп жатқан сөзіңіз де өте маңызды. Одан кейін жаңағы қаржылық пирамидаларға қатысты айтайын. Қаржылық пирамидаларға қатысты әрине салдарынан зардап шеккен адамдар бірден заңгер жұмыс жасайды, ол ары қарай уже заңгердің функциясы ары қарай зардап шегіп қалған болсаңыз не істеймін деген мәселеге. Ал енді біз қаржыгерлер, экономистер көбінесе оған дейін қалай сақтану керек, не істеу керек, қалай ажыратуға болады, олардың табиғаты қандай, жалпы қаржылық мәдениетте, экономиканың заңдарында ондай бар ма жалпы. Сол жағынан біз түсініктеме бере аламыз, анықтама бере аламыз. Және де сол жаңа қаржылық сауаттылықты арттыру егер ұлттық бағдарламасы болса, осындай халықты алдын ала түсіндіру жұмыстары жүрсе деп ойлаймын. Өйткені азаматтарымыз өткен жылдың өзінде 20 миллиард теңгеге алданып қалған. Ол үлкен қаражат. Және де былай қарасаңыз бізде көп азаматтар алданып қалады да, бірақ жасыра салады, айтпайды да, бопты, кім алданбай жатыр, қоя салайықшы деп. Ұялады мысалы, сөйтіп алданып қалғанын айту үшін де ұялады деген сияқты жағдайлар өте көп болып жатқан. Сондықтан да менің ойымша әрбір азамат оны алдын ала білгені дұрыс. Енді осы жерде кішкене кіріспе ретінде айтып кетейін. Мысалға жаңағы қаржылық пирамиданың өзінің бір функциясы, ерекшелігі, желілік маркетинг пен қаржылық пирамида екеуі бір ма деген сұрақтар туындайды. Сондай да бар. Желілік маркетингті кішкене бөліп қарастырған дұрыс негізінде, өйткені ол жерде бір тауар болады. Тауарды келіп саған ұсынады, айтады. Бірақ ол желілік маркетинг жақсы ма, жаман ба, оны сол тауардың сапасына қарап көруге болады. Егер де ол тауардың сапасы ұсынып тұрған бағасына лайықты болса, онда демек белгілі дәрежеде ол желілік маркетингтің бір әдісін қолданып жүрген нақты компания, онда тұрған ештеңе жоқ, былай айтқанда. Ал егер де
болады. Мысалы алтын жалатылған сағат анау мынау деп келеді. Бағасы деген енді $1000 шамасында, бірақ шын мәнінде егер оценщиктер шақырып бағалатсаңыз, ол 10 есе төмен бағада тұратын құндылық болса, онда ондай желілік маркетингтерден сақ болған дұрыс. Демек олар халықты алдаумен жүр. Чисто жаңағы табыс табумен артынан адам алып келсең, одан кейін адам алып келсең, саған бонус болады. Осындай корона киесің, керемет, яқты болады деген мәселемен адамдарды алдап жүрген жағдай. Ал енді қаржылық пирамида, ол таза қаржымен жұмыс жасайды. Ол жерде тіпті тауар да болмайды. Ол жерде айтады, ақша келесі саласыз, бізде депозиттер бар, мына депозит бір $100,000 тұрады, мына депозитке сіз бір $100,000 салып бастасаңыз болады. Бұл жаңағы жалпы халыққа арналған стандарт класс, мынау премиум класс деген сияқты өздері бөліп алған. Бірақ мына жаққа салсаңыз табысыңыз вообще супер, $1,000,000. Сондықтан да $100,000 салғаннан гөрі мынау вообще тиімді, көрдің ба? Бар кредит алып келіп сала сал, сен зато 2 айдан кейін 2 есе ақша алып аласың, кредитін жауып тастайсың, еще ақшаң болады. Соған осындай сөздерге ұстанып қалады да халық. Қазірше ең бір көңілін кейде тиіп кететіні де сол. Мемлекеттен кейде кей уақыттарда дұрыс ақпарат беріліп жатса, оған сенбейміз. Бірақ қаржылық алаяқ келіп сенің алдыңа келіп тұрып алдап кеткен кезде сондай жағдай болады. Бұлар деген сөзіңіз аузыңызда жарнамасы күшті болып тұр ғой енді. Шулап тұр, былай айтқан кезде. Сондықтан мен бұл жерде енді кеңестер ғана беріп кете аламын. Бірінші кезекте қаржылық пирамиданың бәріне тән бір қасиеті сол аз уақытта сіз көп табыс табасыз деп келеді да. 1-2 айда сіз табысыңызды 2 еселеп аласыз. $1,000,000 салдың, $2,000,000 шығарып аласың деген мәселе. Ол енді ақылға сыймайды. Жылда мүмкін емес сияқты. Ол 1 жылда мүмкін емес. Шындап келген кезде, егер сіз криптобиржаға кіріп, криптовалюта сатып алып, ол случайно жаңағы өте қатты өсті ғой өткен жылдарда. Бір сондай кезде бір 2 еселеп алмасаңыз, былай ол мүмкін емес қазіргі жағдайда. Ол банктың өзіне салып қойсаңыз, банктың өзі сізге 10%-дан артық бермейді. Сіздің салған $1,000,000 жылына $100,000 ғана өседі да, реалды түрде. 1 жыл дегенде ал олардың айтып отырғаны мүлдем ақылға сыймайды. Ал енді қор нарығында акция, облигация сатып алсаңыз болады. Онда да біздің Қазақстандағы касседе орташа кірістілік 20% пен 30%-ның арасында ғана. Демек сіз $1,000,000 салсаңыз, ол жерден сіз 200-300 мың ары кеткенде көресіз. Онда да 1-2 айда емес, ол 1 жылда да. Сондықтан ол реалды емес та. Ол фантастика болып тұр да. Сізге сондай аз уақытта сондай табасы деп тұрма, бітті, айтыңыз бірден алыс жүр. Болды, мен сөйлеспеймін, уақытымды алма, мен оданша бұл уақытымды баламмен сөйлесем, балама дұрыс тәрбие беруге, немесе бір жақсы серуендеп көңіл көтеруге арнайын. Бұл сенімен уақыт бөлмей отырған шаруам жоқ. Олар деген өзінің схемасын айтады, несін түсіндіреді, жаңағы әртүрлі әдебиеттерді жаттап алған. Соны Роберт Кийосакидан бастайды мысалға. Енді Роберт Кийосакидің нем жоқ, сыным жоқ, қатты айтатын. Ол да біраз адамдардың қаржылық сауаттылығын арттырып жүрген кітап, азамат, тренер Брайан Трейси деген сияқты. Олында өзінің бір реттілігі бар. Алғашқы қаржылық дүниеге, қаржылық сауаттылыққа алып келетін бір нелер ғой. Көп азаматтар сол арқылы келіп, кейін мықты қаржы сауатты азаматтар болып, кейін тіпті үлкен ғылыми қаржылық сауаттылық бойынша кітаптар оқып кетеді да. Сондықтан оған қатты нем жоқ, бірақ бұл жерде олардың жаңағы айла керлігінде сондай жалпы әлемге танымал солардың аттарын айтып, қазіргі уақытта тіпті Абайдың өлеңдерін жіберіп, Шәкәрімнің өлеңдерін айтып, сөйтіп кететіндер, мына кісі шешен ғой деп, мысалы. Бірақ арт жағында өзінің жеке пайдасын ғана ойлап тұрады. Сіздің жауабыңыздан кейін менде бір сұрақ пайда болып кетті іштей. Мынадай компаниялар бар ғой, қазір мынадай ақша саласың да, анау бір косметикаға байланысты компаниялар. Одан кейін жаңа саяхаттайсың, компанияға кіресің, бірақ артыңа адам жинауың керек деген сияқты. Бұл да бір пирамиданың бір көрінісі емес пе? Қалай ойлайсыз? Қазір ондай компаниялар көп? Өте көп. Сол үшін ол компанияның өзіне қараған дұрыс. Қаншалықты ол компания жұмыс жасап тұр, және оның қызметі көрсетіп жатқан соған лайық па? Немесе тауары оның ұсынып жатқан сол неге бағаға құнға тұра ма? Соны қатты қараған дұрыс. Соны оценщиктерден шақыра беретін де сіздің де неңіз жоқ, бірақ талдап көруге болады. Достарыңыздың арасында қаржыгер болса кеңесіп деген сияқты біліп, тура сол саланың маманымен кеңескенде дұрыс. Сондықтан да оны бір кесіп айта салу қиын.
жаңағы мүлдем дұрыс емес деп. Дұрыс болады егерде жаңағы өзінің ұсынып отырған қызметі мен тауарының сапасы болса. Сапасы жоқ болса, онда оларға вообще жолаудың қажеті жоқ. Түсінікті. Осы қаржы пирамидаларына қазақстандықтардың өздері барып жатады, өздері аяқ басып деген сияқты. Біздің халықтың оңай жолмен ақша тапқысы келетін белгісі ме бұл, әлде қалай ойлайсыз? Иә, ол бар, шын айту керек. Бізде азаматтардың арасында тез байып кеткісі келетіндер бар, тез табысқа қол жеткізіп келсем деп ойлайтындар. Сол себеп болады көп жағдайда. Екінші мәселе бар, ол бізде халықтың жалпы табысының да төмендігі. Енді ол жасыратын ештеңесі жоқ. Шындап қарайтын болсақ, ең төменгі табыс бізде 42.500 болса, әлемдегі ең төменгі табыстардың бәрін салыстырсақ, бізде Қазақстан ең төменгі табыс алатын елдердің ішіндеміз да. Сондықтан да бұл енді үкіметтің міндеті. Соңғы жылдарда енді үкімет белсенді түрде табысты арттыруға үлес қосып жатқан жағдай бар. Ол енді орташа табыстың өсуінен байқаймыз да. Орташа табыс 200 мыңға да жетпейтін болған. 1-2 жылдықта қазір 253 мың болыпты да. Демек, орташа табыс өсіп жатыр белгілі дәрежеде. Мемлекет табыстың өсуіне үлес қосып жатыр деген сөз. Бірақ мен бұл жерде айтқым келеді, бізде орташа табыс ол бай азаматтардың байып үлкен табысты одан ары көп алуынан да болуы мүмкін. Кейде азаматтар сол күйі сол табыста отыра беруіне болуы мүмкін. Сондықтан да табысты өсірудің сапалық көрсеткіші керек бізде. Мемлекет оны көру керек. Кімнің нақты табысы өсіп жатыр? Шын мәнінде байлар одан ары байып жатыр ма? Жоқ әлде қарапайым халықтың да табысы өсіп жатыр ма? Сол табысты есептеудің ортақ жаңағы медиандық, модалық дейтін жаңағы әлемдік қазір формулалар бар. Солар арқылы есептеп, шын сапалық көрсеткіш халықтың жалпай табысы шын мәнінде өсу керек. Сол мәселеге үлкен баса назар, акцент аударылу керек деп ойлаймын. Мынау пирамида деп жатыр, мысалы, соның өзінің схемасы бар. Өзіңіз сұхбаттарыңыздың бірінде Понци схемасы туралы айтқан болатынсыз. Пирамидалардан алданып жатқандарды көп естиміз, әлеуметтік желілерде көп біліп жатамыз. Дегенмен де мұндай пирамидалар әлі де бар сияқты, әлі де адамдар сенетін сияқты. Мұны бір түп тамырымен біз жоя аламыз ба жалпы? Ол бірден айту керек, түп тамырымен жойылмайды, ол бола береді. Ол өркениетті елдерде де бар, ол жалпы әлемнің кез келген уақытында жүзеге аса береді. және оның формасы өзгереді да, заманның уақытына өзгерісіне байланысты. Алдындары сол Ломбард 24-те шығып кеткен кезде сол уақыттарда өте көп неше түрлі жаңағы WhatsApp'та группалар құрылып, сондай арнайы әртүрлі схемалар жүреді. Бір-бірімізге ақша лақтырамыз деген сияқты. Бәріңіз соңында байып кетеміз деген сияқты. Шын мәнінде сол ақшаны бір адам ғана, ұйымдастырған адам алып кетеді да, сол ойынға қатысқан адамдардың бәрі құр қалады. Сондай әртүрлі өзінің формалары уақыттың жаңағы еншісіне сәйкес пайда бола береді екен да. Сондықтан жалпы бәріне бір тиісті бір құндылығын біліп алса, адамдар уже өзін сақтайтын болады ондай процесстерін деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы ойыма бір ақпарат келіп отырады, айтамын деп қазір есіме шығып қалып тұр. Сіздің сұрағыңызға байланысты айта берейін. Понци ғой. Иә, Понци схемасы. Иә. Қараңызшы, сол баяғыда пайда болды ғой кезінде. Бұл қарапайым түрде бір-ақ адам ақ оны ұйымдастырып кете бере алады да, негізінде. Адамдарды сендіру, көндіру, бір өзінің убеждение сондай бір қасиеті болса, маған сенесіңдер ма деп бастай береді да. Мен ғана ақша салып қойсаңдар, мен ана жақта алтын бар, алтын тауып алдым, сондай бір фирмалармен жұмыс істейтін болдым, сол жаққа саламыз деп өтірікті бөсетін түрлі формалар бар да. Бірақ жаңа сенген адамдар ақшасын береді. Ол айтады, жаңа келесі салған адамдарға ана ақшаны беріп қояды жаңағы. Сосын айтады, саған мен көрдіңдер ме, ана жаққа мен 50 мың теңге салып едім, 100 мың болып шықты дейді да. Сөйтіп ол өзгелерді сендіреді. Сөйтіп аналардың ақшасын жинап алады. Сосын кеңгейгендердікін анадан беріп қояды. Действительно работает, екі есе өсіреді екен, сенетін адам екен деп бәрі тарап кете береді да. Ол жаңағы ең соңғы ақша алып келетін адам тоқтағанша ол пирамида жалғасын таба береді да. Ең соңғы ақша алып келетін адам қалай тоқтайды, пирамида құлайды ғой. Өзі сөйтіп жүре береді. Ол түбімен жойып кетуі мүмкін емес, ол барлық әлемде бар, жаңа айтып отырғандай жүре береді. Бірақ біз сақ болуымыз керек қандай мәселеде. Ақшаны қайда беріп жатқанда, салып жатқан кезде нақты білу керек. Біз қайда салып жатырмыз ақшаны? Ол қазақстандық компания ма?
ол шетелдік компания ма, адрес қай жерде, оның қожайыны кім, сондай нақты ақпараттарды біліп алған дұрыс та. Және де сізге келіп тұрған адамға сондай сұрақтарды жаудыратын болсаңыз, уже алаяқ болса, уже кішкене қипақтап, уже сөзден тайқып кете бастайды да, нақты жауап бермей деген сияқты. Ал ең қиыны осы негізінен қаржылық пирамидалар, сондай осы қаржылық саладағы алаяқтардың келетіні шетелдіктер екен. Негізі қазақстандықтардан көрі бізге шетелдіктер көп келеді. Сосын тіпті өтініш жазып осындай бір компанияға алданып қалдым деп адамдар арыз шағым бергенде де көбінесе құқық қорғау қызметкерлері олардың жазасын да бере алмай жатады да. Өйткені ақша шетел асып кетті. Ол ақшаны қайтара алмайды да, және ол компания шетелдік компания болып шығады да, оны тіпті жазалай алмайды жатады. Ең болмаса қазақстандық компания болса, мекенжайы болса, сен барып жағасын аласың да. Қашан қайтарасың, ақшамды бер деген сияқты, осындай мәселелер өте маңызды. Түсінікті. Мынау мамандардың айтуы бойынша, жаңа қаржыгерлердің айтуы бойынша, осы Понцидің бүгінгі ізбасарлары жеп қойған ақшаны қайтару қиыны дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Солай ма, расымен? Иә, өте қиыны, өйткені ол жоғарыда отырған адамдар ол ақшаны жұмсап тастайды, әбден алып қашып кетеді, немесе және де әлемде қазір мысалға ол кең тараған Швейцариян банктерінде де кодовый счеттар деген болады мысалға. Сондай счеттарға ақшаны салып тастайды, бітті, оны қайтара алмайды ешқандай мемлекетте оны аша алмайды, барып нете алмайды, өйткені ол кодты білетін адам ғана ашады да. Сосын енді ол енді өз алдына бір бөлек тақырып, бірақ сол ақшаны шетел асып кеткеннен кейін ол қайтару қиын да. Сондықтан осындай мәселелер бар, өте маңызды. Біз осы мемлекетіміздің өзінде болған күннің өзінде, ол адамды тауып алған күннің өзінде, ол адам уже 1000 адамға ақша қарызды. Және сіз сол 1000 адамның ішінде қаншасыншы болып тұрсыз, мәселе сол да. Ол бәрін қайтарып бере ала ма? Осындай мәселелер өте қиын. Мақсат аға, енді өзіңіз туралы, өзіңіз кәсіби экономистсіз ғой, енді кәсіби мамансыз, Проджент экономикалық зерттеу орталығының негізін қалаушысыз, бизнес университетте сабақ бересіз. Біздің елде жас экономистер қаншалықты көп, олар экономиканы қаншалықты түсінеді, сол туралы айтып өтсеңіз. Сабақ беріп жүрген кезде, мынау экономиканың адам емес ау деген бір болып жатпай ма ондай адамдар, маман? Жалпы оқу сабақ беріп жүргенде дегенім ғой. Жоқ, ондай кездер болады. Мен студенттерге енді бірден айтамын, ескертіп айтамын, егер де өзім экономикалық теория деген пәннен берем, ол бірінші курстар енді келгенде университетке сөз салғанда оқитын пән. Сонда мен айтамын, сіздерге мен экономика әлемінің есігін ашып берейін деп жатырмын. Сосын экономиканың негізгі құндылықтарын түсіндіремін, айтамын. Ал егер де сіз бұған өзіңізді лайықты емеспін деп ойласаңыз, бұл менікі емес деп ойласаңыз, бұл сала что-то мен өзімді бұл жерде дұрыс сезінбеймін десеңіз, онда өзіңіздің жүрегіңіз қайда қалайды, сол жаққа барыңыз деген мәселені ертеректен сразу айтамын. Өйткені адам өзі қалаған, қызыққан дүниесіне қарай келген дұрыс та. Сосын көбінесе мысалға менің алдымда кейде болады, медиум университеттерден бір жыл оқып қайтып келген адамдарды көремін да. Мен дәрігер болмайтынын түсіндім дейді, жаңа моргқа барған кезде дейді. Ол вообще менікі емес екен деп оқытым дейді да. Сондай мәселе ғой. Егер де сіз ол салада жақындығыңыз болмаса, егер де ол салаға сіз өзіңіз іштей түсінбесеңіз, онда оған барудың қажеттілігі жоқ. Көбінесе адамдар ойлайды, мінекей бір үлкен биікке шығып келе жатыр да, енді жаңағы үлкен здание дейік, сол зданияның үстіне шығу керек, миссия. Лестницамен көтеріліп баратыр. Әйтеуір жүріп келе жатырмын ғой, дамып келе жатырмын деп ойлауым мүмкін. Бірақ әбден үстіне шыққан кезде, сол кезде түсіну мүмкін да, мен шығатын биік мынау емес екен, ана зданияның үсті екен ғой деп. Енді ойлаңыз, ол қайтадан түсіп, сосын ана жаққа шығу үшін қанша уақыт кетеді да. Сондықтан да әрине әркім өз саласында қызмет еткені жақсы, өзі жүрегімен қалап келсе, одан алатын пайда да болады, ол үлкен дәрежеге де жетеді, сол саланың үлкен бір маманына дайындалады, қоғамда үлкен бір сый құрметке де ие болады. Сондықтан өзіңнің қалаған, жүрегің қалаған дүниені жасаған дұрыс қой, ең маңызды құндылық осы. Түсінікті. Мақсат аға, енді бүгінгі сұхбатқа қорытынды жасасақ,
не айтар едіңіз? Мысалы, жалпы бүгінгі көбінесе пирамида туралы айтып өтсеңіз, алданып жүргендерге, немесе несиесі көп болып жүргендерге бір өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтып, бір жағынан бүгінгі сұхбатқа бір қорытынды жасасаңыз. Жақсы. Шын мәнінде бізде қоғамымызда қаржылық алаяқтарға алданып қалып жататын азаматтар бар. Және де қоғамымызда бір несиені алып, ол несиені жабу үшін екінші несиені алып, сосын олардан құтылу үшін тағы біреуден қарыз, тағы несие алып, әбден қарыздың шырмауына батып қалып жатқан азаматтар да бар. Сондай-ақ біздің қоғамымызда табысы бар, бірақ табысын келесі айлыққа жеткізе алмайтындар азаматтар бар. Әйтеуір немесе табысы бар, табысы көп тіпті, бірақ та бәрібір айдың соңында нөл болып қалатындар бар. Өте көп сияқты. Бір ақшаны мысалға үнемдеп бастаған сияқты, вроде депозит ашып қойды, вроде салып жатыр, бірақ ақша жиналып жатқан сияқты көрінеді да, бірақ біраз уақыттан кейін қарасақ тағы нөл болып жатыр жақта. Мінекей осындай азаматтар да бар. Демек, бұл азаматтар неғұрлым ертерек қаржылық сауаттылықты ұғынып, кіріс шығындарын бәрін реттеп, бақылауда ұстап, және де өзіне жинауды дұрыс әдетке айналдырып, өзінің қорын жинақтап, еселеп және инвестициялаудың құпияларын түсінсе, неғұрлым тезірек ол азаматтар ертең бақытты болады. Тезірек ол азаматтар ертең қаржылық тұрақты отбасы құрады. Неге мен бұл жерде енді азаматтар ойлап қалуы мүмкін, сонда бақытты болудың кілті сол ақшада ма деген сияқты. Жоқ, бақыт деген өз үлкен формулада, ол бай адам да бақытсыз болуы мүмкін, тағы сол сияқты. Бірақ ақша бұл инструмент. Сіз өміріңізге бір бояу кіргізе алатын инструмент. Сіздің өміріңізді кішкене жақсарта алатын инструмент. Сіз қоғамға, өзіңіздің жақындарыңызға, ата-анаңызға пайда келтіре алатын, оларға сыйлық жасай алатын, жақсы сыйлық жасай алатын инструмент. Сондықтан осылай қараған дұрыс та. Көп адамдар ойлайды, жаңағы дүние қоңыз болып кетеді, бұл ақшаның артынан түсіп кетеді да, ойбай, бір жаңағы періште алтын көрсе жолдан таяды дегендей, адам менсінбей ешқандай жаңағы жаман болып білініп кетеді деген сияқты. Жоқ, бірақ қана ауыз сөз бар ғой, ақылды адам байса, дүние мүлкін пұл етеді, оны жұмсайды, инструмент қарап, жаңағы бақылауда ұстайды. Сіз басқарасыз да ақшаны. Ал ақымақ адам байса, ол дүние мүлкі оны құл етеді. Сол адам дүние қоңыз жаңағы артынан кеткен дүние қор деп айтамыз ғой. Сондай болады. Сондықтан меніңше әрбір азамат кім ертерек ұғынады, түсінеді, демек сол адам ертерек жаңағы өзінің өміріне бояу кіргізе алады, бір бақытты болудың бір формуласын ұғынады. Сондықтан да халқыма, еліме айтарым, мүмкіндігінше барынша қазірден бастап осы кіріс пен шығынды реттейік, білейік. Әрбір жаңағы судың да сұрауы бар дейді ғой. Сондықтан әрбір келіп жатқан табыстың да ертең сұрауы болады. Қарыз болып жатса, қарызыңызда ертең сұрауы болады. Ондай қарыздардан құтылып, өзіңіздің жағдайыңызды реттеп, ертерек бақытты болу жолында қадам басайық деп айтқым келеді. Аман болыңыздар. Рахмет Мақсат аға, сізге көп нәрсені біліп, өз басында ой түйіп отырмын. Бүгін сұхбатқа келіп, бар білгеніңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Бүгін менде қонақта болған экономист, Проджент экономикалық зерттеу орталығының негізін қалаушысы, UIB бизнесті талдау орталығының сарапшысы, халықаралық бизнес орталығының аға оқытушысы, UIB бизнес мектебінің директоры Мақсат, рахмет. Дұрыс қой? Дұрыс. Бүгінге осы, келесі жүздескенше, караван әрдайым жаныңыздан табылсын.